Қайырлы күн, қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Ораза ұстап жатқан адамдар үшін оразаларыңыз қабыл болсын, тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Бүгін бізде аурулардың психосоматикасы туралы айтатын боламыз. Мені кім білмейді, өзімді таныстырып өтейін. Есімім Салтанат Сабыржанқызы, психосоматолог практикпін, психологпын, түйсік маманымын. Бұл салада жүргеніме 4-ші жыл болады. 4 жылдың ішінде мен 1400-дей адамға терапия жасаған маманмын. Одан бөлек 52 адам менің трансформациялық курсынан өткен болатын. Денедегі блоктарды шешу, ақша мәселесін шешу, қарым-қатынас мәселесі, денсаулық мәселесі, баланың ауруы, депрессия, стресс, реніш, ашу, ыза, тіпті тұрмысқа шыға алмай жүрмін, балалы бола алмай жүрмін деген адамдармен жұмыс жасадым. Паникалық атака бар, тағы не. Жалпы қандай мәселе болады өмірде, сол мәселелердің көбісін қарастырған адаммын. Және өзіме клиент болып, өзіме үлкен бір трансформация жасай алған адаммын. Түйсіктің қызметін осы уақытқа дейін пайдаланып келемін. Түйсік арқылы мен өзімдегі көптеген проблемаларды шеше білдім. Чакралар дейді, чакралар туралы айтпаймын. Чакра деген ол бассы деген ғылымдығы ғой. Чакра деген адамның денесінің бір нүктелері. Бірақ мен ол нүктелерді айтпаймын. Мен негатив сезімдермен жұмыс, адамның ішкі күйін өзгерту, белгілі бір А точкадан Б точкаға жетуге мен көмектесе аламын. Менде мысалы өзімде қан қысымы көтерілді, бас ауру өте көп болатын, анемия болатын, щитовидкіден киста болды. 2015-те оны алдырып тастағаннан кейін менде аутоиммунный тиреоидитке подозрение болды, мойындарым ауыра бастады. Паникалық атака болған адаммын. Не тағы да 10 миллион қарыз болды, күйеуіммен қарым-қатынас дұрыс болмады. Әкеме деген ренішім өте көп болды. Анам 18 жасымда қайтыс болғаннан кейін мен ол кісінің қазасын жібере алмай 20 жылдай депрессияда жүрдім. Және осындай нәрселерді басынан өткергеннен кейін мен өзіме көмектесе алған адам ретінде басқа адамға көмектесе аламын деп сенімді айта аламын. Енді барлығы Алланың қалауы ғой, бірінші әуелі Алла, бірақ менің қолымда инструмент бар. Яғни сіздің А точкадан Б точкаға жеткізуге көмектесетін. Енді бүгін аурулардың психосоматикасы туралы айтамыз дедік қой. Жалпы кімде қандай сұрақтар бар, сол туралы айтайық. Сол төңірегінде әңгіме дүкен болсын, содан кейін мен разбор өткізем. Менде разбор айту дейін 30 минуттық разбор 15 мың теңге, 2 сағаттық разбор қазір скидкамен 50 мың теңге болып жатыр. Кім разбор алғысы келеді, тікелей эфирде мен жұмыс жасаймын ол адамдармен. Бірақ алдымен аурулар туралы атап өтейік. Мысалы, ауру қайдан шығады, неге келеді, не үшін ол пайда болады деген сұрақтарды қарастырайық. Оның артынан аурулардың себебін айтатын боламыз. Яғни белгілі бір ауруды, мысалы көз көрмеу, құлақ естімеу деген сияқты аурудың не үшін пайда болады, оның қандай психологиялық себебі бар. Және психологиялық себебін тапқан уақытта сізде ауру тез жазылу процесс жүруі мүмкін. Мысалы бұрын бірнеше жыл бойы дәрі ішесіз, белгілі бір уақытта кетеді, белгілі бір уақытта қайдан шығады. Сондай бір созылмалы ауруға ұласып кеткен аурулар жазылып кетуі ықтимал. Бас шуы бар үнемі, неден себебін айтасыз ба? Баста шуыл, ол бас ауруына жатады ғой негізінде, бас ауруы. Баста неге шуыл болады? Белгілі бір травмадан, мысалы, белгілі бір шок алдыңыз, қорқыныш, болмаса жаңағы жаман ой, көп ойлайсыз, негатив оқиғаларды мүмкін көп қарайсыз. Білмеймін ғой, оның барлығы негізі сіздің денсаулығыңызға әсер етеді. Немесе белгілі бір жағдай болады, мысалы авария болады, немесе бір қорқынышты нәрселерді көресіз, көз алдыңызда өтеді бір оқиға. Сол оқиғадан кейін де бас шуылу пайда болуы ықтимал.
Ол енді бас ауру емес, бас шуылы ғой, екі түрлі нәрсе. Сондықтан оны жеке дара ретінде қарастыру керек та, оның түпкі себебін табу керек. Түпкі себебін тапқан уақытта сізде қазіргі ауру кетіп жатады. Мында біреу давление депті, я. Қайлы күн давление көтеріліп кетеді. Давлениені айтайын, я. Давление деген не нәрсе? Қысым ғой ол. Давление төмен түрі болады, жоғары түрі болады. Давлениенің жоғары түрі ол жоғары қысым. Демек, сіз айналаңызға бәлкім белгілі бір бақылауды ұйымдастырып жатқан шығарсыз. Ананы істеме, мынаны істеме, мынаны бүйтін бе, қысымға алатын шығарсыз белгілі бір адамдарды. Мүмкін балаларыңыз ба, мүмкін басқа адамдар ма, білмеймін ғой. Немесе өзіңізге қысым жасайсыз ба, немесе сізге біреу қысым жасап жатыр ма, я? Давить ету, давка ғой, давка. Қысым жасаған кезде адамда қорқыныш болады, жүрек қатысуға бастайды, сөйтіп соның негізінде жоғары қан қысымы пайда болады. Оған негізінде әртүрлі себептерді айтады. Енді қан тамыр аурулары ғой, жүрек қан тамыр аурулары бәрі бірге, жүрекпен байланысты ауру ғой бұл. Ол жерде мейірім махаббат жетіспеуі болуы мүмкін, жаңа қорқыныш, уайым өте көп, бір нәрсені ойлай береді, таңнан кешке дейін ойлай береді. Соның нәтижесінде жаңа қысым пайда болады, адам өзін өзі қысады. Содан давлениеде шығуы мүмкін. Мейірім махаббат жетпейді, яғни ол адам басқа адамдардың барлығына көмектеседі, өзіне келгенде сараң, өзіне қарамайды, өзінің жан дүниесін тыңдамайды, басқа адамдардың проблемасын шешуге құмар, яғни артық қамқорлық жасайтын адамдарды бас ауырады. Осындай себептері бар. Так, не дейді? Басқа угрый неге шығады дейді? Басқа угрый қайда, жаңа бір сұрақ болды ғой сондай. Басқа угрый неден шығады? Басқа угрый шығу, енді мына тұста шыға ма, қай жақта шығады? Мына жақта шыға ма, немесе мына жақта шыға ма, немесе мына жерде шыға ма, қай жерде шығады? Бетке шығатын угрый ол сіздің белгілі бір өзіңізге деген қарым-қатынастың дұрыс болмау, өзіңізді жек көруіңіз, өзіңізге деген жиіркеніш па, өзіңізді қабылдамау ма, міне осымен байланысты. Мысалы, угрый шықты, сіз айнаға қарайсыз, ұнатасыз ба өзіңізді? Ұнатпай тұрасыз ғой. Угрыйды сыққыңыз келеді, шұқығыңыз келеді, я, немесе одан арылғыңыз келеді. Демек, не болды? Күрес басталды. Яғни, сізде өзіңізбен қарым-қатынас дегенді білдіреді. Және мына бет әлпет ол біздің өзімізді бағалауымызға қатты әсер етеді. Тағы бір сұрақ болған, я, менде қатты бір дау шықса, не біреу бір жерден кесіп алсам, сондай көрсем, тура денемдегі реакция тура артқа жағымда тік шегіде болады, қатты солай реакция. Дұрыс түсінбедім мына сұрағыңызды, алакөл бақыт деген түсінбедім. Менің басым ауырып, кезім ауырып жатады төбеде дейді. Қайырлы күн, Гүлнұр ханым. Бас аурудың жаңа себебін айттым. Бас аурудың себебі. Төменгі, егер төмен давление төмен болса, қан қысымы төмен болса, демек ол адамға мына өмір қызық емес. Мына өмірдегі белгілі бір жағдай төмен, былай, күш жоқ қой, күш жоқ. Ялый болып жетті адам, бір салбырап, өзін бір әлсіз сезінеді. Демек, өмірге көзқарасы сондай. Өмірге сондай көзқараспен қарап тұр. Өмір қызық емес оған. Өмір бүйтіп төмен толқында жүріп жатыр да. Өмірді өзі қалағандай сүре алмайды. Міне, давлениенің, төменгі қан қысымның себебі. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Бас ауру, сосын бір адамды мысалы жақсы көресіз, я? Жоқ, бір адамды араласасыз, сөйлесесіз күнде, я, бірақ іштей ол адам жақтырмайсыз. Сыртыңыз міне деп күліп тұрады, бірақ іштей деп бүйтіп атады. Яғни мына жарты бөлігіңіз қабылдайды ол адамды, а мына жарты бөлігіңіз оны қабылдамай тұр. Яғни оған қарсы болып тұр. Не істейді? Мына басымыз бірін-біріне қарсы реакцияны білдіреді. Сол кезде бас шаншып ауру болуы мүмкін.
Тағы кімде қандай сұрақ бар? Мысалы, әрбір органның өзінің қызметі бар, иә, сізге белгілі бір миссияны анықтайды, яғни сізге белгілі бір қызмет жасайды, иә. Мысалға, қолмен біз қимылдаймыз, иә, қолмен алу, беру процесі жүреді, аяқпен жүреміз, тура сондай. Мысалы, асқазан қорытады, көз көреді, құлақ естиді. Әрбіреуінің бізге атқаратын қызметі бар. Сол атқаратын қызметіне сай оның психосоматикасын табуға болады. Бірақ психосоматикасын тауып қана қойып, ол жазылып кетеді деген сөз емес. Ол ауруды мен қай жерде, қай уақыттан бастап мен сол ауруды өзіме шақырып алдым. Сол сұрақты ойлану керек. Яғни, қай кезден бастап, қандай жағдайдан, қандай оқиғадан, кімге деген көзқарасымнан ол ауру пайда болды. Міне, нақты қойылатын сұрақ. Яғни, қандай эмоция, қандай сезім жатыр ол жерде. Сезонный аллергия неден? Аллергияның түрі өте көп. Мысалы, біреулер мұрны қышиды, немесе түшкіреді, жаңағы маскамен жүретін адамдар бар, немесе үстіне жара шығатын адамдар бар. Сондықтан ол қандай аллергия, соны нақтылап айту керек. Сезонный аллергия болса, мысалы, үнемі тек күзде шығатын аллергия, немесе үнемі күнде жазда шығатын, немесе көктем басталған шығатын аллергия болса, қай уақыттан басталды және сол жағдайда қандай оқиға болды. Міне соны шешу керек. Онкология ауру. Онкология неде, қандай орган? Бірінші соны табу керек. Қандай органнан онкология болып жатыр? Менде миымда хаос, керек емес ойлар көп. Ойды позитивті ойға айналдыруға боламын. Әрине болады. Әрине болады. Хаос болып жатқан, мида көп негативті ой жиналып қалса, ол адамға ауырлық береді. Таңертең тұрғанда денеңізді көтере алмайтындай бір қара зіл басып тұрғандай болады. Энергия төмен болады. Ол адам үнемі сол ойды ойлай бергеннен кейін сондай оқиғаларды өзіне тартады. Міне, қауіптілігі осында. Сол үшін егер сізде үнемі жаман ой болса, онда міндетті түрде жеке қабылдауға келіңіз, немесе курсқа келіңіз. Трансформациялық курс бар, менде жеке қабылдау бар, немесе 30 минуттық разборға келуге болады. Менде бар, мысалы, ханымдар болды, осындай проблемамен келеді. Қатты бір агрессиясы бар, ашушаң, сондай болып келген адам, бір жеке қабылдау өткеннен кейін тыныш болып қалған адам болды. Міне. Яғни, адамның даже мінез құлқы, өзін ұстауы, әрекеттері, сезімдері, оның артында бір себеп бар. Себепті тапқан уақытта ол адам тынышталады, жүрек тыныштығы келеді. Тіпті ол кісі бүкіл тума-туысын маған одан кейін жіберген болатын. Бір баласы жаңа қарызға кіріп кеткен, ойын ойнап, ол баласы жаңағы ойыннан шығып кетті, ойынның себебін тапты, қарыздан құтылды, тағы бір сіңілісін жіберді, ол тұрмысқа шықты, одан кейін інісін жіберді, ол жұмысқа тұрам деп кетті, жұмысқа тұрып кетті, одан тағы бір келінін жіберді, келіні қарыз мәселесімен келді, қарыз мәселесі шешіп кетті. Енді өте көп шындығында. Салтанат ханым, менде білім алуға деген қалау жоқ, не үшін білмей отырмын. Білім алуға деген қалау болмаса, демек сіз білмейсіз, не үшін білімді алуым керек деген сұраққа жауап бере алмайсыз. Мына миымыз түсінбеген уақытта мен неге оны істеймін? Онда қалау болмайды. Егер бұрын, мысалы, мектеп кезінде сабақ оқыған кезде мұғалімдер ұрсып, айқайлап, сондай жаңағы жағдайлардан өткен болсаңыз, ондай жағдайда да білім алуға сізде кесе-көлденең жаңағыдай кедергілер тұрады. Оны да шешуге болады. Мысалы, білім блогын шешіп, менде өткен курстағы ханымдар, осы қазір өтіп жатқан трансформациялық курстағы ханымдар өздерінің білім блогтарын шешіп, қазір керемет жұмыс жасауда енді. Білім блогы кейде әкемен байланысты болады. Өйткені білім блогы болса, онда ол дамытпайды ол адамды. Білім алғысы келеді, ол ала алмайды. Қанша білім алуға талпынады, бірақ миына кірмейді деген сияқты. Өзі туралы немесе ойлар, мен андаймын, мен мындаймын, мен қолымнан түк келмейді, мен деген жаңағы туп ойымын, тағы басқа ойлар, сол ойдың бәрі әсер етеді. Міне, білім блогын шешуге, білім блогының болуына осы ойлар әсер етеді. Қай уақытта оны шешесіз, сізде былай алға қадам жүреді. Негізі, әрбір адам өзімен жұмыс жасауды үйреніп алу керек. Білімге деген блог болуы мүмкін. Әрине мүмкін.
сізді шаг жасатпай отыр ғой. Демек, сізде білімге қарсы, білім алсам не болады деген сұрақ қойылу керек та. Мысалы, қазір разборға шығуыңызға болады. Көп адамда осы проблема көп қояды. Мысалы, маған да келеді қандыр, осындай курс алдым, оқымадым, осындай сабақ алдым, оқымадым дейді, бетін ашам, тастайым дейді, немесе жаңағы не дейді, кітап сатып алам, бір бетін оқимын, екі бетін оқимын, содан кейін оқылмай қалады дейді, жауып тастаймын дейді, ұйқым келеді дейді. Осындай ханымдармен жұмыс жасадым, Аллаға шүкір, нәтиже бар. Себебі менің өзімде де сондай блок болды. Тіпті Инстаграмға шығудан қорқам, ұялам, сенімсіздік өте көп болды. И онымен жұмыс жасаса кетеді. Әдіс тәсілін білу керек. Жеке разбор қанша? Жеке разбор менде 30 минуттық 15 мың теңге, 2 сағаттық менде қазір скидкамен 50 мың теңге. Скидкамен. Сәлеметсіз бе? Тағы қандай, кімде сұрақ бар, сұрақтарға жауап берейін. Сосын менде трансформациялық курс бар, менде жеке қабылдау бар. Трансформациялық курс 2,5 ай бойы жүреді, аптасына 2 рет сабақ болады, 1 рет теория, 1 рет практика өтеді. Бұл курс енді бомба. Бұл курстан біраз осознание аласыз. Өте көп нәтиже. Үй алғандар болды, көлік алғандар болды. Не тағы да, баласының астмасы жазылған болды, күйеуімен қарым-қатынас реттелгендер болды, остеохондроз, давление, бауыр ауруларынан полип, матке кеткендер болды. Енді өте көп. Шын айтайын, ол жерде бір фишка, сіз ешкімді маманды іздемейтін боласыз. Ол жерде өзіңізге просто сұрақ қоюды үйренесіз, түйсікті ашуды үйренесіз, өзіңіздің жан дүниеңізді тыңдау, денені тыңдау, түйсікпен терең жұмыс, осының барлығы қамтылады. Енді ол трансформация бар, трансформациялық тапсырмалар беріледі, психосоматика, плюс квантовая психология, қалай А точкадан Б точкаға жетуге болады. Төртінші бұл жеке наставничество, яғни маған жеке сұрақтарыңызды қоя аласыз. Жеке сұрақтарыңызға мен жауап беремін. Мысалы, түсінбеген жеріңіз болады, мен мына жерді түсінбедім. Мына жерден былай істейсіз деп мен түсіндіре аламын. Бірақ сабақтың өзінде уже шайнап дайын күйінде беремін ғой. Мен алыңыз деп беремін. Осындай сабақтар. Сабақта өте көп практика болады, ол жерде қарым-қатынас, денсаулық, ақша бойынша, бала ауырса көп, өте көп детство, балалық шағыңыз өте ауыр өткен адамдар болса, міне бұл курсқа келу керек. Курстан тірілесіз, шын айтайын, тірілесіз, тірі адамға айналасыз, өмірге құштарлық пайда болады, сыйлық бере бастайды. Мысалы, қазіргі өтіп жатқан потокта өте көп сыйлық алғандар бар. Мысалы, бұрын ондай болмаса, курстан кейін сондай болып жатыр, өзгерістер бұл. Әркімде әртүрлі өзгеріс болады. Жеке қабылдаудың өзінен, мысалы, аурумен келеді, бірақ ауру мәселесі шешілмесе, басқа жақтан бір жол ашылып кетіп жатады. Осындай болады. Өйткені біздің ішіміздегі реніш, ашу, ыза, қорқыныштар, жек көру сезімдер, ол біздің жолымызға тұрып алады. Блок дегенді білесіз бе? Цементтерді елестетіңіз, цементтер тұрады алдыңызда. Сіз оны жарып өтуіңіз керек та. Егер адамда сондай бір блоктар болса, онда ауырлықпен келеді да. Мысалға, еңбектенеді, жұмыс жасайды, кәсіп жасайды адамдар, бірақ неше жыл жасағаннан кейін барып бір результатқа шығып жатады. Немесе кейбір адам банкротқа ұшырайды, жарты жолда тұрып қалады. Яғни бұл не деген сөз? Ол адамда белгілі бір кедергі бар дегенді білдіреді. Немесе ол адам оны тек ақша үшін жасау үшін оған ұнамайды дегенді білдіреді. Қай уақытта соны реттейміз, ұшады ол адам. Ұшады. Менде мысалы бизнес бастағандар да бар. Осылай жеке қабылдауға келеді, бизнес бастағым келеді, мен дейді да. Сөйтіп жұмыс жасаймыз, соңында көз алдына от көрінеді. Не от деп түсінбейді. Бұл қыз вообще кері байланыс бермейді, маған хабарласпайды, айтпайды, бір рет разборға келеді, маған айтады ғой, мен газ заправка аштым дейді. Менен жеке қабылдау өткеннен кейін газ заправка ашқан ғой, ойда жоқ жерде бір ақша тауып кетті, сөйтіп газ заправка аштық дейді. Міне, яғни орай келіп тұрады, сіздің мына миыңыздағы бір қалауларыңыз бар ғой, армандарыңыз бар ғой, оңай, жеңіл бұлай орындалып жатады да. Өйткені сіз қалайсыз, және оны қалағанда да мына негативті жолмен емес, позитивті жағынан, қайырлы, берекелі жолмен алып келуді түйсікке тапсырма беруге болады. Өйткені армандардың бәрі көбісі орындалады. Бірақ армандар қандай жолмен орындалады деген сұрақты
кей жағдайда арманымыз біздің негативті нотада да орындалып кетеді себебі. Сондықтан маңызды, өте маңызды дүние ол арманның қайырлы берекелі жолмен сіз үшін, қоғам үшін, отбасыңыз үшін солай орындалуын түйсікке тапсырма беруге болады. Это возможно. Мысалы айтайын, сепарация болмаған болса, ата-анаңызбен сепарация болмаса, онда ондай жағдайда да мысалы баласыны қатты жақсы көреді, анасы баласын қатты жақсы көреді, баласы анасын жақсы көреді, қатты бүйтіп мықты эмоционалдық байланыс бар, сепарация жоқ, бірін-бірі іздейді жүреді, немесе үйленді, ол үйленгеннен кейін анасы баласының өміріне араласады. Не үшін? Себебі баласын жүректен әлі жібермеді, менікі деп меншіктеп алды, немесе жаңағы артық қамқорлық өте қатты жақсы көреді. Сол нәрсе ана баласының ажырасуына алып келуі мүмкін ғой. Немесе жаңағы анасы қызымен қатты эмоционалдық байланыста, қызын қатты жақсы көрген соншалық одан бір жылулық, қолдау қатты алады екен. Сөйтіп қызы тұрмысқа шыққан уақытта анасы қатты жақсы көргеннен ана қалауы бар ғой, қасымда қызым әрдайым болсыншы, маған қолдау болады, маған жылулық береді деген ойы жүзеге асып кетеді, қыз ажырасып кетуі мүмкін, қасына келеді. Не болды? Анасының қалауы орындалып жатыр да. Ондай ситуациялар өте көп. Яғни негативті нотада негізі анасы ол қызының бақытты болған қалайды. Ешбір ата-ана баласын бақытсыз болсын деп ойламайды. Бірақ ол біздің мына бейсанамыздың жұмыс жасауы, түйсіктің жұмыс жасауы. Солай. Немесе жаңағы ақша бойынша да, мысалы ақшаны өте көп тапқысы келеді, бірақ ол өте көп табу жолында ол мүмкін ажырасып кетуі мүмкін. Яғни негативті нотада қайырлы берекелі жолмен емес, басқаша жолмен алып келді. Немесе оның кейбір адамдардың ниеті демалу болады, демалғысы келеді жұмысынан қатты. Ауру келуі мүмкін. Ауру арқылы ол демалып жатады. Негізі оның ниеті демалу болатын. Бірақ ол өзіне рұқсат етпегендіктен демалуды, оның жан дүниесі сол ауру арқылы сол демалысты оған ұйымдастырып береді ғой. Міне негативті нотада жүзеге асады деген. Жаңа бір сұрақтар келді, Қайда еді? Сондай кезде ананы сабаққа келеміз бе, или өзіңмен қатыса береміз бе? Өзіңізбен қатыса беруге болады. Бір адамның өзгерісі екінші адамға әсер етеді ғой. Остеохондроз, арқа иық ауырады, ашып суыққа шыға алмаймын. Остеохондроз деген аяқ, арқаның ауруы, иықтың ауруы. Бұл жақта көбіне артық жауапкершілік тұрады. Мысалы, елестетіңіз, сіздің арқаңызда, мойныңызда анаңыз, әкеңіз, балаларыңыз, күйеуіңіз бәрі отырса, ауыра ма? Елестетіп көріңізші. Ауыр ғой, жүк қой. Не болды? Арқа ауыра бастайды, көтере алмайды оны. Сәйкесінше көтере алмай жатсақ, демек біз не боламыз? Қиналамыз. Саламатсыз ба? Тромбоз глубоких вен психосоматикасы қандай болуы мүмкін? Яғни арқа ауруы, жаңағы остеохондроз айтып өтейін, ол артық жүк. Мен басқа адамдардың проблемасын шешіп жүрмін демек. Олар сұрамаса да. Олар көмектес деп айтпайды, бірақ сіз барып көмектесесіз. Себебі аяйсыз. Себебі міндеттімін деп ойлайсыз. Тағы да басқа. Или жақсы болып көрінгіңіз келеді. Әркімде әртүрлі ниет болады. Тромбоз глубоких вен деген ол қанмен байланысты ауру ғой. Енді айтайын, тромбтар ол қанның аурулары, мынау қан тамыр ауруларын айтып тұрсыз, глубоких вен деген. Ол деген сөз, демек ол адамға белгілі бір өміріндегі өзіне деген махаббат жетпейді. Міне. Қан ол үнемі махаббаттың символы. Мейірім махаббаттың символы. Қай уақытта біз сол белгілі бір дозаны ала алмаймыз, белгілі бір адамнан. Мысалы, махаббат қалаймыз, мамамыз, папамыз жақсы көргенін, олар еркелеткенін қалаймыз, ала алмай жатқан уақытта
не болады? Жаңағыдай тәнде белгілі бір өзгерістер жүреді. Міне сондай. Тоқ ішекте язвенный колит ішім өте береді, дәрігердің емі әсер етпей жатыр. Тоқ ішекте язвенный колит деген бұл демек бұл жерде ең негізгі себеп тоқ ішекпен байланысты. Бұл өткен өмірді босата алмау. Сасып кеткен өткен өмірді әл арқалап жүрсіз дегенді білдіреді. Неге келмей жатсыз? Неге психологиялық себебін таппай жатсыз? Мүмкін сізге ауру пайдалы шығар. Кейбір адамдарға пайдалы болады. Жасырын ниеті болады ауруға. Себебі анадай ғой, ауру маған выгодны болса, маған пайдалы болса, мен ол аурудан ажырағым келмейді. Және мен басқа варианттарды қарастырмаймын. Айтады жаңағыдай психологиялық себебін қара, психосоматикасы бар, қарал шаш, андай маманға бар, мындай маманға бар деп айтады, бірақ істемейміз. Не үшін? Себебі біз ауыра бергенді ұнатып тұрмыз. Егер ауыра беруді ұнатып тұрсаңыз, демек ауру емделмейді, жалғаса береді. Ондай да бар. Мысалы болды, өткен жол тренингте бір ханым болды, онкологиямен ауырады. Себебін қазбалай келгенде, ол айтады, жақындарымнан құрмет қадырын, құрмет көру үшін, менің қадырымды көру үшін, маған махаббат бөлу үшін мен ауырады екенмін. Егер мен ауырмай қалсам, онда мен олардың құрметінсіз қаламын. Олар мені құрметсемей қояды. Міне. Яғни ауру маған выгодны. Әрбір ауруда солай жеке дәрі қарастыру керек. Бұл менің айтып отқан нәрселерім, бұның барлығы жалпылама. Бірақ ол жерде аурудан кейін не болды, ауруға дейін не болды, соның бәрін кәдімгі түбегейлі қарастыру керек. Жеке дәрі. Үлкен кісілерде ауруға деген қажеттілік бар деген сөз. Иә, үлкен кісілер не дейді? Мысалы, маған мен жақсы көрсе, маған қамқорлық көрсетсе, бала сияқты болып қалады ғой. Бала сияқты болып қалады, себебі бала психологиясында жүретін жер. Шындығында ересек позицияда болған адам үлкен болса да жаңағыдай бала сияқты өзін ұстамайды. Ол демек бала кезден сондай бір махаббат ала алмаған, мүмкін 5 жас, мүмкін 10 жастағы сол рөлге кіріп алады ғой, рөлге кіреді. Ойнайды сол рөлді. Денің сау болып, ауырмай жүргенге не жетсін. Қазір разбор жасайым, разборға қосылуыңызға болады. Тері аурулары психосоматикасы қандай? Витилиго, экзема, псориаз дейді. Тері аурулары енді терімен біз мына өмірді қабылдаймыз, мына әлемді қабылдаймыз, температураны сеземіз, ыстық суықты сеземіз, не тағда, ағзамыз, түгел ағзамызда тері бар. Яғни терімен проблема болса, ол демек мына айналаны, өмірді, жағдайды, оқиғаларды мен қабылдамай жатырмын. Кейбір жағдайларда мынандай ажырап қалудан болады. Белгілі бір ажырасу болады. Күйеуімен ажырасады, болды менде сондай адамдар. Әйелімен ажырасып кеткен, үстінің бәрі лишай қаптап кеткен. Кәдімгі жүре алмай келген адам болды, ер адам. Қалай терапия өтті? Ана ауру кетіп қалады ғой. 3 күннің ішінде жазылады. Лишай деген на нервной почве деп врачтар айтады, сөйтіп маған келеді ол кісі. Сонда қарап тұрсаңыз, көп аурулардың артында ажырап қалу. Мен ажырап қалдым белгілі бір адамнан. Демек, ол адам маған ол адам демек маған қатты жақын болды, эмоционалды тұрғыда мен ол адамға жармасып өмір сүрдім. Тағандай. Ол адам жоқ болып кетті ме? Біртті. Мен өзімді дұрыс емес сезіне бастадым. Не істейді? Жара қаптай бастау мүмкін. Тағы бір адам болды, кішкентай бала кезінде анасы туылғаннан кейін бірден қайтыс болады анасы. Анасы қайтыс болады. Содан кейін бұл баланың басында өсе келе псориаз пайда болады. Псориаз деген ауру бар ғой, жара, басқа шығады. Яғни, оның артында жаңағы анасынан ажырап қалу себеп тұр ғой. Түсіндіре алдым ба? Мына жерде біреулер жазып жатыр, не дейді?
Сәлеметсіз бе? Мен қараша айында курсыңызды алғанмын, сізден жеке терапия алып, қазір өзгеріс байқалып жатыр. Қазір ұнамайтын болса, ойымды ашық айтатын болғаным, әлде жеке терапия алғым келеді. Вау, күшті ғой. Менен жеке терапия алдыңыз ба? Гүлжанар ханым, я? Ұмытып қалыппын мен. Ұмытып қалыппын. Курстағы сабақтар толық қарамай жүрмін әлі. Білім блогын ашу керек екенін білсем де, әлі сабақ қарамай жүр. Бәрі өзімізден екен. Сізге алғысым шексіз. Жаным, сол рахмет, көп кері байланыс үшін мен өте қуанам. Осындайды көргенде бар ғой, жұмысқа деген бір мотивация ашылады ғой. Өткенде де тренинг өткізгенмін. Сіз тренингте болдыңыз ба, әлде трансформациялық курста болдыңыз ба? Қайсында болдыңыз? Өткенде де тренинг өткен, менде 3 күндік. Қазір әлі сатылымда бар ол сабақ. Сол сабақтан, жаңа бүгін ханым айтады да, ішіндегі практикалар жасап дейді. Қазір бүгін дейді, балам ұзақ уақыттан бері жаңағы ала алмай жүрген үйімді алдым дейді. Гүлжанар ханым, Сәрсегалиева, я есімде. Тамаша, молодец. Сізде денсаулықпен мәселе болды ғой. Денсаулығыңыз қалай қазір? Сабақта, курста негізі өте керемет білім берілді. Прям енді бомба ол курс. Ол курсты нақты алып оқыған, пайдаланған адамдар маған әлі күнге дейін рахметін айтады. Себебі ол курс шынымен көмектеседі. Мен білем, ол курстың жаңа аналогы жоқ аналогы. Тіпті психосоматика курстары нарықта миллионнан жоғары тұрады. Даже бір ай өткізеді. Бір ай, 1,5 ай ғана оқытады, 1,5 миллион алады. Менде 2,5 ай бойы. Оның ішінде психосоматика бар, оның ішінде трансформация бар, оның ішінде квантовая психология бар, оның ішінде жеке наставничество, бәрі бар. Толық курсты алғанмын 2,5 ай. Күшті. Тіпті курс оқып, қазір адам қабылдап жүрген адамдар бар. 10 мыңнан, 15 мың, 20 мыңнан. Иә, денсаулығым шүкір, өзгеріс бар, Аллаға шүкір. Демек, анализдерде өзгеріс пайда болған болып тұр ғой. Сізбен көп болды хабарласпағалы негізінде. Тамаша, күшті, құтты болсын. Менде тіпті жеке разбор алып, осылай жаңағы тренингке қатысады, бір 10 минут менімен сөйлескеннен кейін менде мынадай өзгеріс болды деп жазады ғой. Саған андадан күшті. Бір адам болды, қарыздарымды жаптым деді. Бір адам болды, күйеуім жұмысқа тұрып кетті дейді. Жұмысының айлығы аз еді. Мен қалай расстановка жасап бердім. Ол жерде расстановка да қолданылады. Ол жерде психосоматика бойынша элементтер болады, әртүрлі мен техникаларды қолданам. Сол кезде жаңағы орныма түстім дейді. Мен, оказывается, күйеуіме мама болып алғанмын дейді. Күйеуіме қалай мама емес әйел рөліне кірдім, күйеуім жұмысы өсе бастады дейді. Күшті, я? Сәлеметсіз, толық курстың бағасы қанша екен? Толық курстың бағасы қазір 740 мың, бірақ скидкаде тұр. 480 мың деймін. 480 мың скидкамен, бұл скидка бағасы. 2,5 ай бойы аптасына 2 рет сабақ болады, бір рет теория, бір рет практика. Теорияның өзінен адамдар вау деп өзгеріс алады ғой. Теорияның өзінен түсінетін адам біраз түсініп келіп жатады. Құдаймен байланыс, адамдармен қарым-қатынас, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді тыңдау, түйсікті тыңдау, енді ол жерде күшті. Түйсікке бұйрық беріп бүкіл, мысалы, таңертең таң атты ма, таң атқаннан менің кеш батқанға дейін түнімде, күнімде күш, жаңағы күндізде жұмысым алға бассын, өмірім бұлай болсын деп бұйрық берсеңіз, дәл солай орындап береді. Оның жолдарын просто пайдалану керек. Түйсікті ашсаңыз, ол вообще керемет. Ол сіздің өмірлік бір серігіңіз болу керек қой. Әрбір адам өзінің ішкі жан дүниесімен сөйлесе алатындай халде болу керек, ести алатындай. Естімейтін адамдар келеді, ішкі жан дүниесі не айтатынына, сыртқы әлеммен өмір сүрген. Сырттағы адамдар не айтады, соған ғана мән беріп, соған ғана жаңағы сонымен ғана өмір сүрген адамдар, мына жаңағы ішкі жан дүниесін тыңдаудан қалады ғой. Ішіндегі қалауын естуден қалады. Тіпті күле алмайтын, қуана алмайтын адамға айналады. Роботқа айналып кетеді. Сол үшін роботқа айналмас үшін адам өзін дамытып отыру керек. Жан дүниесін тыңдау, түйсікті пайдалану,
белгілі бір проблема болды ма, оны өзіңізге сұрақ қою керек. Менде неге бұл сұрақ, менде неге бұл проблема пайда болды? Ауру келсе ауру, қарым-қатынас болса қарым-қатынас. Менде неге бұл проблема пайда болды, және маған қандай пайдасы бар? Тағы кімде қандай сұрақ бар? Тағы кімде қандай сұрақтар бар? Енді разборға көшейік. Кім разбор шыққысы келеді? Маған запрос жіберуіңізге болады. Төменгі жағында плюс деген белгіні бассаңыз, бүкіл құпияның барлығы ішіңізде. Оны дұрыстауға болады сосын. Мына төменгі жағында плюс деген белгі бар. Соны басып маған шығуыңызға болады. Тегін 0 теңгемен разбор алып кетесіз. Міне бір адамнан келді. Сәлеметсіз бе, туған сіңілім, ең кіші сіңілім қайтыс болған, судан шыға алмай жүргенде жолдасым 3 ай ауырып, ол да қайтыс болды. Қатты қиналып кеттім. Міндетті түрде жеке қабылдауға келіңіз. Прям ақшаңызды аямаңыз. Дальше өмір сүргіңіз келсе, ақшаңызды аямаңыз, ақша келеді. Бірақ сіздің уақытыңыз, өміріңіз өтіп жатыр. Ол уақыт, ол өмір қайтып келмейді сізге. Бағалаңыз өзіңізді. Давление туралы жоғарыда айтып кеттім мен. Бұл эфир сақталады, сол эфирден қарай қойыңызға болады. Так, разборға менде қостым бір адамды. Қазір күтейік. Егер ол қосыла алмаса, айтпақшы, аккаунт ашық болу керек. Маған менің запросымды қабылдауыңыз үшін аккаунт ашық болу керек, міндетті түрде. Егер аккаунтыңыз закрытый болса, онда қабылданбайды. Ханым, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қалайсыздар? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Қаладансыз, есіміңіз кім? Ақтөбеден Диляра. Тамаша. Диляра ханым, сіз бүгін маған жеке қабылдауға жазылдыңыз ғой, ертеңге. Дұрыс қой. Тамаша. Енді бүгін қандай сұрақ разборда? Не ғой, сол менде апатия бола береді ше. Сол настроение то былай, былай қатты прямо запрос жоқ. Сосын алдында мен сізге бір хабарласқанда балада тик бар дедім бетінде. Соларым бар, сол запростарым бар. Балада тик қашаннан бері? Қай жері? Қасын көзін жыпықтата береді. Бете ма? Деп арасында учащенный болады, арасында еще звуковой қосылып кетті қазір. Ол нешеде бала? 10 жаста. Неше жаста басталды? Уже 2 жыл. Біресе жоқ, біз қарату жоқ қой, біресе басылады, ол кеткендей болады, сосын қайтадан басталады. Особенно қалай қараттыңыз? Невропатологқа қараттық, потом интегративный медицинадан да қараттық. Уақытша басылады да, бір қайтадан басталады. Интегративный медицина не істеді? Ішкі құрылыс, көп нәрсесіне берді, нелерін. Система қарады да, общий. Одан кейін? Одан кейін жазда басылды, күзде қайтадан басталды. Сіз ең алғаш рет ол пайда болғанда қандай реакция көрсеттіңіз? Басында ма? Басында көп мән берген жоқпын. Артынан? Артынан уже сіңілім ба, біреулер айта бастады, қаратшы деп ше, часто деп ше. Как бы, ненормально уже деген сияқты. Мықты жиі деп та. Ол кезде қандай реакция болды сізде? Сол кезде начала бить тревогу. Қорқыныш оянды. Сосын интернет бәрін ақтара бастадым. Сол көп жерде жазған, типа, ер балдарда көбірек кездеседі, 7-12 жасқа дейін көбірек болады. Некоторые перерастают их. Қазір эмоциялардың бәрін қорыта алмай жатыр. Жақсы, кеттік. Көз жұмамыз. Диляра ханым, көз жұмамыз, терең демаламыз. Не істейміз? Демаламыз? Көзді жұмамыз, терең демаламыз. Мұрынмен ішке ауаны тартамыз, аузбен шығарамыз. Тамаша, тағы да терең демаламыз, жібереміз. Енді балаңыздың атын айтсаңыз маған. Қазір 1 минут. Менде мына жақта сабақ болып жатыр. Маған кірмей тұра тұрыңдар, иә? Иә. Балаңыздың аты жөні? Сардар. Сардар, иә? Жасы онда, иә?
Көз жұмдық. Мгм. Жұмамыз көзді. Сардарды елестетемін. Мгм. Елестеттік па Сардарды? Иә. Бет әлпетін, түрін, дауысын елестетеміз. Мгм. Мгм. Енді сіз Сардар болып маған жауап бересіз. Келістік пе? Мгм. Сардар, сәлеметсіз бе? Қалай жағдайыңыз? Сәлеметсіз бе? Жақсы. Мгм. Ә, Сенде қасыңның, көзінің тартылуы бола ма? Иә, болады. Аха, қандай уақыттар болады? Жиі. Бе- Мгм. Өзім байқамаймын. Еріктен тыс болып жатады, иә? Иә. Аха, жақсы. Сардар, бұл сенің қандай ойыңнан, мінезіңнен, эмоцияңнан пайда болды деп ойлайсың? Айтып көрші. Қай уақыттан кейін пайда болды? Уайымдағаннан. Аха, кімді уайымдағаннан? М, Әлде Кез біреуден келген қорқасыз ба? кез келген жағдайды жауап беретін кезде Уайым, қорқыныш бола ойланғанда. ма? Қалай? Уайым, қорқыныш бола ма бір жағдайға жауап беретін уақытта? Иә. Аха, тамаша. Қандай жағдай орын алды сенің өміріңде? М, Иттер қуғаны бар. Аха, қай жаста? 9. 9 жаста ит қуды ма? 2-3 ит. Иә. Аха, Иә. Ол кезде қандай сезімде болдың, Сардар? Қатты қорықтым. Жыладым. Өліп қалатын Велосипедпен ойға? қашты. Мгм. Аха, сосын бұл туралы мамаға айттыңыз ба? Айттым. Аха, тағы қашан болды? Бұл 9 жаста, иә? 9 жасқа дейін де осындай қорқыныш болды ма? Нолевой класста сабақ дұрыс оқымадым деп папамның ұрысқаны бар. Содан әрі қарай не болды? Ұрысты, сосын? Кітап оқытты. Мгм. Сосын басынан ұрды кітаппен. Мгм. Ол кездегі Сардарда қандай сезім болды? Неге жайлап айтпайды, неге ұрады? Ренжіді ма папасына? Иә. Аха, ренжіді. Папа туралы қандай ойда болды? Әділ емес, жазықсыз ұрды. Мгм, мгм. Қорықты ма пападан сол күні? Иә. Мгм. Бұл неше жаста? Нешінші класс? Бұл нолевой класс. Аха, нөлевой 6 класс. ма сондай. Аха, 6 жаста, иә? 6 жасқа дейін осындай қорқыныш болды ма? Басқа білмедім. Болған жоқ па? Нақты Болған айта жоқ. алмайды екен. Аха, жақсы. 6 жастағы жағдайды еске түсірейік, иә? Міне, папаңыз отыр, ам, сізге ұрсып жатыр, сабақ оқымағаныңыз үшін. Кітаппен басыңыздан бір қойды. Дұрыс па? Қойды ма? Ұрды ма? Иә, иә. Енді айтайық, папа, мен сізге ой сезімді айтсам бола ма? Папа, мен сізге өз сезімімді айтсам бола ма? Мен сізге ренжідім. Мен сізге ренжідім. Мен сізден қорықтым. Мен сізден қорықтым. Ұрғаныңыз үшін ренжідім. Ұрғаныңыз үшін ренжідім. Бұл әділетсіз деп ойладым. Бұл әділетсіздік деп ойладым. Тағы не айтасыз папаға? Маған жайлап айтса да мен тыңдаймын ғой, түсінемін ғой барлығын. Маған қатты сөйлегеніңіз қорқынышты. Маған қатты сөйлегеніңіз қорқынышты. Не деп жатыр мама? Ой, папаңыз. Папа не деді? Сардарға? Сардарға не деді папасы? Елестетті ғой жаңа папасын. 6 жастағы Сардар. Мен білетін ақпаратымды айтып тұрмын ше больше. Жоқ, түсініп тұрмын. Сіз Сардар болып папаға ұрып тұрсыз ғой?
түсіндіре алдым ба? Иә, Иә. Елестеттіңіз ба папаны? Айттыңыз ба? Әлде елестетпей айттыңыз ба? елестетпей айтып тұрмын. Енді елестету керек онда. Сіз сардарсыз, папаның қасына бару керек. Сіз балаңыз болып папаның қасына бару керек. Түсіндіре алдым ба? Вот сіз жаңағы баланың Маған басын ана адамның картинкалары дұрыс келмейді ше, былай соны еске түсіргенде бір келеді да, соны қайтадан кетіп қалатын онда сияқты. жақсы былай айтайық. Шрамтып келе ма картина? Шамалы Бұлыңғыр, болса. иә, мендегі бір суреттермен бір сондай шаққа деп келеді Иә, картинкасы. олай да жақсы, олай да нормально. Ең бастысы папаны елестету керек. Елестеттім. Ба? Тағы да айтамыз онда. Папа, мен сізге ой сезімді айтсам бола ма? Папа, мен сізге ой сезімімді айтсам бола ма? Мен ренжідім сізге. Мен сізге ренжідім. Себебі? Мені ұрғаныңыз үшін, ұрысқаныңыз үшін, кітаппен басынан бір қойғаныңыз үшін. Маған жайлап айтсаңыз да мен түсінетін едім. Айқайлағаныңыз ұнамайды. Мен қорықтым сізден. Мен қорықтым сізден. Не деп жатыр, папа? Мен осылай айтқаным, осылай айтамын, өзім сондаймын. Сардар қандай сезімде? Айтқаннан кейін? Сәл жеңілдік бар. Жеңілдік бар. Папасына ренжіп кетті ма? Кеткен сияқты ма, сондай, иә. Бір тыныштық бар, иә? Папа? Папа, мен сондаймын өзі деп тұр, иә? Папаның солай жасаған үшін өзі жауап береді ғой, иә? Иә. Енді Сардар қандай сезімде? Сол кітап оқып отқан, бір оқитын кішкентай бала. Жақсы. Жеңілдеу. Манағыдай емес, иә? Енді 9 жаста айттыңыз, иттер қуған. Дұрыс па? Ит қуып кетқанда Сардар не істегісі келді? Алысқа қашып кетті. Сөйтіп құтылды ғой. Иә. Бірақ сол жерде қашып кетуді ойлады ма, әлде иттерге қарсы тас лақтыруды қалады ма? Жоқ, ол сол тас лақтырудан басталған ғой. Забордың ар жағында иттер жатқанын білмеген ғой. Бер жағынан лақтырған ғой. Басқа нәрсеге. Ол заборға тиіп, аналар атып шығады, короче, ар жағынан. Ол велосипедпен қашады, великте болады. Қатты шошиды, иә, бала? Иә, қатты шошып қалады. Осы жағдай туралы кімге айтқысы келеді Сардар? Мамаға ма, Құдайға ма, папаға ма, кімге айтқысы келер еді? Кіммен бөлісер еді? Бәрімен. Кіммен бірінші мысалы? Анамен. Анасына барсын. Сардар 9 жаста анасын елестетеміз, иә? Ас үйде немесе қай жерде мамасы отыр, қасына жақындайық, айтайық, мама, мен сізге ой сезімді айтсам бола ма? Мама, мен сізге ой сезімді айтсам бола ма? Мені бүгін ит қуды. Мен қатты қорықтым. Және неден қорықты, соны айтсын. Тістеп ала ма деп қорықтым. Тістеп алса не болатын еді Сардарға? Жарақаттанып қалам ба, аяғым ауырып қала ма деп. Ауыртып жібере ма, иә, бір жерімді? Иә, зақымдай ма деп. Иә. Содан қатты қорқып қаштым. Алысқа дейін қашып, иә, олар қалып қойды сосын. Бірақ жүрегім қатты дүрсілдеді. Неге тас лақтырдың деп ойлады ма? Ол тастық анда бір жерде шыбын үймелеп тұрған ғой, соған лақтырғаны ғой. Қарбыз қойған ғой біреу, соның үстіне ауылда тұрдық біз былтыр, сол кезде ғой. Болған жағдай, жерде. Енді 9 жастағы Сардардың жағдайы қалай? Жақсы. Мен осы техниканы біз жақында жасадық, сол сіздің сабақтан кейін, сол бірге отырып. Жасадыңыз балаға, сосын? Содан кейін ол бір-екі күні выходной болды да, соны жеңгелеріне біреудің үйіне бардық қой, сол жақта айтып жүрді осы жағдайды. Күліп ше, солай болды ғой, солай болды деп. Бала ма? Иә. Енді ары қарай айтайықшы, менің қасымда қазір иттер жоқ. Менің қасымда қазір иттер жоқ.
Ең қауіпсіз жердемін. Мен қауіпсіз жердемін. Менде бәрі жақсы. Менде бәрі жақсы. Қандай реакция Сардарда? Тыныштық. Көзіңізді аша Жақсы. қойыңыз. Ау. Көзіңізді аша қойыңыз. Мгм. Мгм. Қандай реакция болды сізде? Балада осы ғана оқиғаларды айтты ма? Басқасын айтқан Иә. жоқ па? Осыларды айтады. Но білмеймін, маған ол толық айтпайтын сияқты. Мен бірақ байқағаным соңғы кездері. Ол ана жасы, мысалы жасы менен кішілеу, жаңа жеңге сияқты, жаңадан түскен жеңгелер бар. Солармен жақсы әңгіме айтады екен ше, сыртқа шыққанда. А үйде прям ақтарылып ашылмайды. Баланы көтерген кезде қорқыныш болды ма сізде? Мен оны көтерген кезде анам қайтты. 3 ай қалғанда. Сондай жағдайлар болды. Сосын жылауға болмайды деп жыламай жүрдім. Одан кейін 2 рет неразвивающий болды менде. Сосын ше, кейін. Бірақ қазір арасы 6 жас бөпеміз бар. Ол үлкен уже тұр. Анаңыз қайтқан кезде қандай состояниеде болдыңыз? Оңай емес, қиын болды. Басында особенно. Білмеймін, мен как-то андай өзімді успокаивать етіп жүрдім ба, солай енді болған нәрсе болды. Жаңа ішінде бәрі баланы ойла деп айтады ғой. Енді оған, ол Алланың жазғаны, оған қарсы келмейсің ғой. Но внутри онша емес болды. Бірақ оны көрсетпедіңіз. Иә. Сізге тапсырма. Далалыққа барып қатты айқайлап жылап алыңыз. Ішіңізде тұр ғой бәрі. Жылағыңыз келіп отыр. Қазірдің өзіне жібермедіңіз ғой. Нервный тик деген ішке жинағандікі ғой. Мына бет не қиындайды. Мындай адамдар болады ғой. Андай сөйлей береді, анау үндемейді. Былай да. И ол уақыт өткеннен кейін мына беттер шыбырлай бастайды. Нервный тик деген сол. То есть, тұншық тұру ғой. Бет атқан сияқтысың да. Деп атқан сияқты да адам. Соның нәтижесінде болатын нәрсе. Прям сізге қатты айқайлап жылау керек. Или қазір істеп тұрайық. Анаңызды елестетіңіз. Жоқ, маған қазір дискомфорт, үйде балдар бар себебі. Иә, енді шығып отыр сізде жас. Рұқсат ету керек. Жылау ол Мен нормально. үйдің үлкенім ғой, мен барып біреуге бүйтіп арыз айта алмайды екенмін ше, жалпы. Значит, маған келу керек. Мәселе арыз айтуда емес та, мәселе сіздің ішкі тыныштығыңызда. Егер адамның жақын адам қайтыс болғаннан кейін оны жібере алмай жүрсеңіз, ойласаңыз, мимен түсінесіз, мынадай, бірақ ішкі бір жалғыздық, ішкі бір туыстата, сағыныш, немесе қимастық сезім болса, ол проблема. Жоқ, мен оның бәрін жіберген сияқтымын, оны вообще ойлап есіме түсірмейді екенмін. Арасында бір моменттер, бір өлеңдер естіп қалғанда болмаса, бір сондай. Мысалы, сіз анаңызды ойлап жатқан уақытта ішіңізде бала бар. Бала 3 айлық. Қандай реакция көрсетті деп ойлайсыз бала? Білмеймін даже. Бұған қиын болды деп ойлайсыз ба? Қиын емес па? Сіздің бір бөлшегіңіз ғой бұл да бала. Ішіңізде жүр. Менің настроением оған да әсер етті ғой. Конечно. Қандай состояние болды сол кезде? Сіз жылағыңыз келеді, бірақ жыламай отырсыз да, бүйтті отырсыз да. Не болады? Ойымда әр нәрсеге бөліп, әр нәрсемен айналысып сөйтіп кететінмін мен. Бүйтіп прям отыра алмайтын едім. Мынадан қашасыз, былай. Ау? Ситуацияны ойламауға, қашуға тырысасыз, Иә. Или просто уақытымды басқа более полезный нәрсемен өткізу деген сияқты маған. Не копаться внутри ғой, главное. Иә. Больдан қашып жатсыз ғой, наоборот, надо больді шығару керек еді, жылау керек еді. Сол жеңіл болады да, іште қалып кетпей. Сол ғой сізде жас шығып жатқан, сразу соны айтқан, сразу лық ете қалып тұр сол. Толып тұрсыз да, өткен іште жинағандікі. Оның бәрін түсініп тұрмын. Жоқ, мен арасында жылап аламын былай. Ол просто жылау недостаточно, жеткіліксіз ол. Айтылу керек белгілі бір сөздер. Мысалы, жаңа балаңыз айтқаннан кейін бір жеңілдік, тыныштық болды ғой. Тура сондай. Адамбыз ғой бәріміз. Ол сонда сол кезде накопленный нәрсені көрсетіп тұр ма, әлде ол менің ішкі состояниемді көрсетіп тұр ма? Сіздің де ішкі состояниеңіз болуы мүмкін, сол кезден де қалуы мүмкін. Балам мықты реакция білдіреді. Ол басында көрінбей ма сонда? Ол басында вообще күшті болды негізі. Тып-тыныш, спокойно, өзіме өзі сондай.
Енді ол басында ғой, белгілі бір уақыттан кейін шығып тұр ғой ол. Иә, неше жылдан кейін шығып тұр ол. Иә, мысалы, ол еще қарастыру керек. Мысалы, сіз жаңағы сіздің қандай ойыңыздан, мінезіңізден пайда болуы мүмкін. Балада сондай проблема. Ертең сөйлесеміз. Иә. Көп адамға ашылуға дайын емес екенмін. Жақсы. Ана күшті болып көрініп беріп қаламын ғой мен сен. Аха. Жоғарыдағы X-ті басып шығып кетуіңізге болады. Кім тағы да тікелей эфирге қосылғысы келеді, жібере қойыңыз маған. Запрос жібере қойыңыз. Мен қабылдаймын. Тағы бір адаммен жұмыс жасаймын, сосын эфирді аяқтаймыз. Кім бар тағы да? Шығару керек іштегіні. Іштегі жиналған нәрсе ол сізді қинайды, проблема қалып келеді, ауру қалып келеді. Сондықтан одан экологично арылып үйрену керек. Кім запрос жібергісі келеді? Жазыңыздар. Төмендегі плюс белгісін басып, маған запрос жіберіңізге болады, мен қабылдаймын. Зульфия Жапашевна дейді. Аха, қабылдадым. Жеке қабылдау бар менде, жеке қабылдау қазір скидкамен 50 000 болып жатыр. Ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қай қаладанбыз? Шымкент қаласы. Шымкент қаласы. Есіміңіз? Зульфия. Зульфия ханым. Қандай проблема? Мен жаңа сізге жаздым ғой, ауру туралы. Язвенный колит. Тоқ шекпеді? Тоқ шекте жара бар, шөтеді. Қашан пайда болды? Бұл 2023-те болған. 2023-те анықталды. Қандай ем жылда ешқандай обострение берген жоқ, просто андай бір симптомы болды да, бір ырыңбады біле үлкен түсті да. Содан кейін мен өз обследование жасадым. Сол кезде язвенный ректит деп қойды да. Оны ректит деп қойса да, менде ешқандай симптом болған жоқ. Андай шөту болған жоқ. Қалыпты адам болдым. Сосын диета сақтай өйтіп деп дәрілерін берді. Частный клиникаға көріндім. Ол жерден жаңағыдай анализімнен бірақ сәл андай нелер жоғары шыға берді. Зульфия ханым, қазір учетта тұрам. Учетта тұрам, бүкіл дәрісін қабылдадым, гормонды да қабылдадым. Қазір ең соңғы лечение биологический терапия деген болады екен ғой. Соны қабылдадым 4-сін. Осы февральда больницаға 2,5-3 ай сайын жатып тұрам. Сол ең соңғы февральда жаттым, соңғы лечениясы маған көмектеспеді. Түсінікті. Сонда түсінгенім бойынша 2023-те пайда болды, иә? 2023-те қыста. Январь-февральда. Не жағдай болды 2023 жылы қыста өміріңізде? Соған дейін немесе? Қандай оқиға болды, орын алды? Стресс, бір өмірлік жағдайлар, ұрыс-керіс болды ма? Өмірлік жағдайлар ұрыс-керіс болмаған. Менде күйеуіммен жақсы отношениям. Бірақ мен тұрмысқа шыққаннан балдарым шетіней берді да менің. 4-5 балам шетінеді. Бұл балдарым шетіней берді. Сол кезде қатты стресс алдым. Ең соңында дәрігерлердің кінәлісінен болды. Сосын 3 қызым бар, қазір Құдай қаласа. Үлкен жұмыста қазір. 3 қызыңыз бар? 3 қызым бар. Сонда сізде ұлдар тұрмай тұр, иә? Ұлдар тұрмайды. Әкеңізбен қарым-қатынас қалай болды? Жақсы әкем. Ер бала туылса не болатын еді, қорқынышты? Ау? Ер бала өміріңізде туылса, қандай қорқынышты жағдай орын алуы мүмкін еді? Қорқынышты жағдай болмайды. Қуанамыз қайта. Қуансаңыз, тұру керек еді ғой, ер балалар өліп қалып тұр ғой бірден. Дұрыс емес қой бір нәрсе. Қарсы жүр ғой бір. Қарсылық бар. Жақсы. Қазіргі ауру, тоқшектің ауруы неден болды деп ойлайсыз өзіңіз? Іздендіңіз ғой енді осы уақытқа дейін. Мұғалімсіз ба?
психологпын мен, педагог психолог мектепте. Еще педагог психологсыз. Қандай психологиялық себебі болды деп ойлайсыз? Сол өзім ойлаймын, сол Зерттедіңіз ғой стресс. өзіңізді. Вот, қандай стресс? Стресс. Мен ең соңғы балам шетінегенде мен неден шыға алмай қалғам больницадан. Неге? Шетінеп қала бергеннен кейін. Қандай состояниеде болды ол Зульфия? Қиын. Беріңізші, сол кезге барайық онда. Көзді жұмамыз. Қай жыл бұл? Есімде жоқ, қай жыл? 2000 22 ма? 2022? 2006-да 2013-те ең соңғы қызым ғой. Бұл соның алдында болды ғой. Уже қандай шетінегенде ұмытып қалып отырмын. Жақсы. Көзді жұмайық, сол кезде еске түсірейік онда. Сол күн больница, сізге ауыр болған сәттер. Елестей ма? Келе ма образы? Сол кездегі Зульфияның жағдайын айтып беріңізші. Қандай күйде болды? Халі қандай болды оны? Не ойлады? Баланы қимады ма? Әлде Құдайға ренжіді ма? Кімге ренжіді? Қандай стресс болды ода? Өзін кінәлады ма? Кімге ренжіді? Ең соңында мен әкем қайтыс болған, содан стресс алып больницаға түскен ғой. Сол беременсізде ма? Сол беременсізде. Мен жақсы көретін. Әкеңіз қайтқанын ауыр қабылдадыңыз ба? Жетісі өткеннен кейін мен больницаға түстім. Больницаға бардым. Олар бәрі нормально, ештеңе жоқ. Мен осында әкем қайтыс болды деп айттым. Стресс балаға не болмай ма деп. Сөйтсем олар УЗИ-ға түсіріп бәрін көрді. Жоқ, нормально. Бірақ соның бәрі ертесіне ішім ауырып больницаға түстім, босандым. Айына толған жоқ, бірақ баланың весі нормально, 2 кило болып босандым. 3 күн вакуумда жатты. Үшінші вакуумнандай күйіп кетті ғой, қызып. Вакуумда Сол кездегі Зульфия, әкесі қайтқан кездегі Зульфия қандай сезімде болды? Жалғыздық пайда болды ма? Әлде жоқ, қимастық болды ма? Қандай сезім болды сол кездегі Зульфияда? Ауыр қабылдадым ғой, біз ондай үйде ауыр қайтыс болған деген болмаған, бірінші рет болып тұр енді әкеміздің қайтыс. Түсінікті, иә. Әйтеулері бар, қайта бер заған болмайды. Оның алдында да неше балам шетінеді деп сөйтті. Айтыңызшы, әкесі қайтқан уақытта қандай сезімде болды? Ауыр сезім деген айтып беріңізші. Суреттеп, атымен. Жанның бір бөлшегі өліп қалды ма? Жер төңкеріліп түскендей болды ма? Айтып беріңізші, қандай күйде болды ол Зульфия? Енді жылы ауыр болды ғой. Мен қазір постоянно мені не алатын да. Менің қызым басқа қыздарына бөлек маған ақша тығып беретін. Қазір әкеңізді елестетейікші. Папа дейсіз ба, әке дейсіз ба? Көке дейтін. Жақсы, көке. Айтамыз, елестеттік ба көкені? Үйде, өзіңіздің үйіңізде ауырып қайтты ма, қалай қайтты? Ауырды ғой, инфаркт. Ауырған кезін еске түсірейік. Қолынан ұстайық, айтайық. Көке, мен сізге ой сезімді айтсам бола ма? Көке. Қайталаймыз. Мен сізге ой сезімімді айтсам бола ма? Көке, мен сізге ой сезімімді айтсам болады ма? Мен сізді қимадым. Мен сізді қимадым. Ауыр халде болдым.
көзді жұму керек болады. Ауыр халде болды. ауыр халде болдым. Мхм. Сізді іздедім. Сізді іздедім. Мхм. Тағы не айтар еді сол Зүлфия? Әкесі қайтқан кездегі Зүлфия боламыз қазір. Қазіргі Зүлфия емес, әкесі қайтқан кездегі Зүлфия. Мені тастап кеттің ба? Иә, әке, мені тастап кеттіңіз. Айтайық, мен сізге ренжідім. Мені тастап кеткеніңіз үшін. Ренжіп қой артында тұрған. Айтайық. Мен Мен сізге ренжідім. Мені тастап кеткеніңіз үшін мен сізге ренжідім. Мен жалғызсырап қалдым сіз кеткеннен кейін. Мен жалғызсырап қалдым сіз кеткеннен кейін. Сіздің маған мейірім махаббатыңыз жетпейді. Сіздің маған махаббатыңыз, мейіріміңіз жетпей тұр. Мхм. Тағы не айтасыз папаға? Әкеңізге тағы не айтамыз? Болды ма? Болды. Бұл сезімдер менікі емес. Айтайық, бұл сезімдер менікі емес. Бұл сезімдер менікі емес. Бұл сезімдер Алланікі. Бұл сезімдер Алланікі. Алланың. Алла сізге жеткізеді. Алла сізге жеткізеді. Терең демалып. Жеткіземін. Босатамын. Босатамын. Тапсырамын. Тапсырамын. Қандай? Енді сол папасы қайтқан кездегі Зүлфияның халі қандай? Жеңілдедім. Айтайық енді папаға. Көке, мен сіздің қазаңызды осы күнге дейін жібере алмай келдім. Осы күнге дейін жібере алмай келдім. Бірақ бүгіннен бастап мен сізді өзімнен босатамын. Сізден ала алмаған мейірім махаббатты мен енді өзіме беремін. Сіздің өміріңізді, тағдырыңызды Аллаға тапсырамын. Терең демалып, тапсырдым, босаттым. Қандай реакция денеңізде? Жақсы. Көзіңізді ашыңыз. Жеңілденді. Адам негізі қайтқан адам жүре алмаса өлімнің энергиясында жүреді. Түсіндіре алдым ба? Өлімнің энергиясында деген адам кладбищеде, молада өмір сүргендей болады. Оған ақша да керек емес, оған мына өмір де қызық емес, оған ештеңе керек емес. Ондай адамдарға ауыр диагноздар келуі мүмкін, ауру келуі мүмкін, сондай. Жалпы. Бұл әрине жаңағы сіздің ауруыңыздың бір себебі. Но екінші себебі де болуы мүмкін. Оны толық қарастыру керек та. Себебі көп негізі. Өзіңіз біліп тұрсыз ғой негізінде. Неге шешпей жатсыз осы күнге дейін? Вроде тұрсам, ештеңе ойламайым, бәрін не қылдым деп ойлаймын, бірақ ойламаған бір бөлек қой, тәніңіз біледі ғой оны. Ойламағанмен, қаншама ойларды бүйтіп ысырғанмен, тело-то помнит. Сізбен бірге ғой телодан қашып кете алмайсыз да? Түсіндіре алдым ба? Айтамын, медитация жасаймын. Бірақ хуже болып жатыр ғой. Келіңіз жеке қабылдауға немесе курсқа келіңіз. Неге курсқа келмейсіз? Жазда сізге ақша орнына келеді, ханым. Өміріңіз мына қазіргі сәт сізге қайтып келмейді. Дұрыс па? Мен жазда сізге шыққам ғой, WhatsApp арқылы. Сіз жаңағы айттыңыз, сөйтіп сізге қосылатын кезде мен бір
Астанада тұратын бір гастроэнтерологпен сөйлестім да, ол андай жаңағы андай лечение бар ғой, Иә, иә. медицинский лечение емес, басқа бір лечениемен емдеді да мені. Аха. Содан? Соған ақшам көп кетіп қалды менің ше. Вот, көрдіңіз ба? Пайдасы болды ма? Туыларым бәрі көмектесті, ақшаларын беріп. Енді айына бір 700-800 мыңдай кететін лечение да, ол жаңа компанияның дәрісі. Бірақ мен қатты былтыр көктемде қатты әлсіреп больницаға түскенде содан бірақ не қылдым, жеңілдендім. Бірақ уақытша болып тұр ма? Енді оған мен жағдайым болмай қалды да, енді ақша дәрілерін алуға. Вот, көрдіңіз ба? Басқа да білмеймін, қайтадан обострение беріп отырмын. Ол ауруды жаңағы ол сол состояние ұстау үшін, демек ол дәріні қайта ішу керек болып тұр ғой, ай сайын. Тоқтатпау керек. Яғни сіз не істеп жатсыз, мына телоны емдеп жатсыз, материалды емдеп жатсыз. Материалда жан бар ғой. Сіздің тәніңіз, ол сіздің материалыңыз. Бұда жан бар, бірақ сезім бар. Ол барлығын есте сақтайды. Жеткізе алдым ба сізге? Сіз өзіңіз педагог, психолог болсаңыз, жан, тән деген жақсы білесіз ғой. Екеуі бөлек емес қой, екеуі бірге ғой. Рух бар еще. Рух сынып қалса, адам ештеңеге не болмайды. Қалай еді? Қиындыққа төзім бере алмайды да. Былтыр сондай болдым, қатты қиындық төзбей, өмірге құштарым болмай қалды да. Сосын бір психологқа бардым, сәл өз-өзіме келдім да. Сөйтіп жаңағы гастроэнтеролог айтты, ешқандай психосоматиктерді психологқа да барма, сен өзіңді өзің жеңу керексің деп, ол да психолог сияқты болып неғылды. Адам өз-өзін жеңу үшін күреспейді ғой, адам өз-өзімен. Адам өзімен дос болу керек. Сіз өз-өзіңізге жау емессіз ғой, күресетіндей. Келісімге келу, мәселе сонда. Болады адамдар мысалы, ұмытып кетеді, бір нәрсені ұмытуға тырысады, бірақ тело қайтадан реакция береді, тән, дене. Потому что денеде тұрады бәрі. Түсіндіре алдым ба? Медицинада бұл ауру жазылмайды Жазылмайтын ауру жоқ ханым. дейді да. Иә, айта береді ғой. Талай адамдар болған солай. Медицина көмектесе алмайды деп, басқа жақтан ем тапқан. Үйіне шығарып жіберген адамдар талай оқыдық қой. Оқығанды шығарсыз өзіңіз. Сол үшін ол айтқанға сенудің қажеті жоқ. Құдайға сенім арту керек бірінші. Сосын әрекет болды. Жүрек тыңдау керек. Жүректе ғой мәселе. Жүрек не қалайды, соны істеу керек. Жұмыс ұнамай ма, жұмыстан да кету керек. Кейде жұмыста триггер болады адамға. Аурудың қозуына. Жұмыста бір адамдар ұнамай ма, өмір қымбат қой сізге. Онда жұмыстан шығу керек. Бірақ ана себеп табу керек, бұрынғы себептерді. Өйткені ол телода жүреді. И реакция береді, мезгіл сайын. Симптом шығарады, жаңағыдай ауыртпашылық, бүйреу дегендей. Жеке қабылдауыңызда болуым керек, енді прямой болып тұр. Андай апрель айында бола ма? Болады, иә, хабарласарсыз. Апрель айында сізге хабарласам. Жақсы. Рахмет. Жоғарыда плюсті, X-ті басып шығып кетуіңізге болады. Так, тағы кім бар? Мұнда бірнеше сұрақ келген, жауап беру өтейін. Көрдіңіздер ғой, иә, ханымдар? Өмір қымбат қой. Бұл уақыт қайтып айналып келмейді сізге. Бұл күндер қайтып келмейді сізге. Өтеді де кетеді бәрі. Сондықтан здесь и сейчас, қазір өмір сүру үшін, өміріңіз әдем болу үшін әрекет болу керек. Ақша орнына келеді. Құдайдың беріп жатқан несібесі сізге де беріледі. Бәріне беріледі.
Енді бірақ тек сізден қалау керек. Қалау және соған дайындық керек. Неге біреудің ақшасы, қалаған ақшасы келмейді? Себебі ол іште, жүректе қаламайды негізінде. Оған опасно. Так, мен де осындай состояниеде жүрмін, күшті түсіндіріп отырсын. Мен үлкен қарыздармен шыға алмай жүрмін. Салтанат ханым, жолдасым 10 жасында жетім қалған. Сіз жаңа айтқандай күйеуіме ештеңе қызық емес, ауылына кеткісі келеді тұрады. Сол ауылына барса күшті боламын сияқты. Мен бармаймын деймін. Бәрі психикада. Балалар бар, өсіп келе жатырған. Мен айтамын сен ішіңде деп, сен сол 10 жасыңда қалып қойдың. Молодец, біліп тұрсыз ғой. Қазір уже адамдар өздері психолог бола бастаған. Не туралы айтып жатсыздар? Аурулар психосоматикасы. Сіз психологсыз ба? Психосоматолог, психолог, түйсік маманымын. Дене информацияны сақтап отырды. Әрине, қиналғанда ішкі әлемім қатты қысқанда не істерімді білмеймін. Боль ғой сол. Қай қаладасыз? Ақтөбе қаласы, онлайн, офлайн жеке қабылдау өткізем. Трансформациялық курс бар. Жұмыс жайында не айтасыз? Қандай жұмыс мәселе? Часто жұмыс ауыстыруға неден? Мүмкін өзіңізді іздеп жүрсіз. Мен қазір маған керек болып тұрсыз. Айтыңызшы, қорқыныш, үрей, іштей тыну, назар, зейін туралы. Менің де күйеуім қайтыс болған, содан бері өзіме келе алмай жүрмін. Өмірді бағалау керек. Өмірде маңыздырақ бермеген жөн, өткінші бәрі қабылдау керек. Оп-оңайда айту, қабылдау керек, бүйту керек, сөйту керек деген оп-оңай. Бірақ оны іске жасау, басыңа түскенде оны қабылдау өте қиын. Тағы бір адамды қосайын енді. Мұнда адам көбейіп кеткен екен. Курс бағасы бойынша маған жекеме жаза қойыңыздар. Жекеме. Так. Маған кім тағы да айтпақшы, кім разбор өткісі келеді? Бірден қазір жаза қойыңыз, астына плюс белгісін басып, запрос жіберіңіз. Мен қосам, бірақ аккаунтыңыз ашық болсын. Себебі аккаунт ашық болмаса, мен қоса алмаймын. Сондай бар. Тағы бір адаммен сөйлесейін, сосын эфирді аяқтайық, себебі уже біраз уақыт болыпты. Қостым. Жолдасымның анасы қайтыс болды, енді жібере алмаған, не істеуге болады? Шаршап бәрін тастап кеткісі келеді, қыдырайық деп. Жолдасыңызға жұмыс жасау керек қой. Сотрясение алған басынан, енді басым қысып тұрғандай болады. Сәлеметсіз бе, ханым? Есіміңіз кім? Қай қаладансыз? Көрініп тұрсыз. Маған көрініп тұрсыз. Мен көрінбей тұрмын ба? Иә, сіз көрмей тұрсыз. Кейде болады сондай. Сіз көрмей тұрсыз. Иә, бірақ мен сізді көріп тұрмын, естіп тұрмын. Қай қаладансыз? Есіміңіз кім болады? Атырау Лунара. Аха, Лунара ханым, Атырау қаласы ма? Иә, Атырау облысы Құрманғазы ауданынан. Сіз көрмей тұрсыз ханым. Қалай болады екен? Жоғары жақта X-тір басып жіберсем кетіп қалам ба? Ау? Жоғары жақта X-тір оны басып жіберсем кетіп қалам ба деймін. Иә, шығып кетесіз. Көрмей тұрсыз ма? Аха, жақсы. Қандай мәселе, Лунара ханым? Менде қорқыныш, үнемі машинаға отырғанда сол қорқыныш сезімі билейді. Сол маған бір, мысалы, районға бару үшін, мысалы, үйдегілер айтады, мысалы, районға барып кел дегенде, уже менде қорқыныш басталады. Ана қазір машинаға мінсем, уже мен басымды қысады, қатты қорқытады. Не болады деп қорқасыз? Басым біртүрлі қысып, өзім жайсыз сезінемін, солай бір басым жарылып кететін сияқты қорқыныш болады, сразу тек. Басың жарылып кетсе не болады? Басым жарылып кетсе ештеңе болмайды. Оны ешқандай басым жарылып кетсе енді ол қауіпті деп ойлаймын. Сосын сіз көлікке мінбейсіз, немен жүресіз сонда? Онда жаяу барған, қашыққа жаяу барайын десе, қашықтау ол енді. Сосын амалсыз мінесіз. Амалсыз мінемін, иә. Сосын жолда қалай жүріп келе жатасыз? Жолда келе жатсыз мысалы. Мысалы, скорості қатты басқанда, скорость енді жай жүрген, мысалы, нормально болып кетіп жатады, қатты жүргенде уже мен уже жүрегім айнып, біртүрлі бір басын жайлап қыса бастайды, біртүрлі бір қорқыныш билей бастайды. Басты сразу мына жерін алып қысады, мына жерін артынан келіп қысады.
өзім жайсыз сезінемін. Өз жүрегім айнып, бір түрлі жайсыз сезінемін өзім. Бір қорқынышты, әлсіз сезінемін. айтып көріңізші енді, не болады деп қорқасыз? Өліп қаламын деп қорқасыз ба? Жүрегім жарылып кетеді дейсіз ба? Мына Қандай ойда? қорқыныш онан сайын ұлғайып кетемін деп қорқамын. Ұлғайып кете ме Ұлғайып деп. кетсе, не болады? Ұлғайып кетсе, онда мен жаңа ұлғайып кетсе, басыма қан құйып кете ме деп қорқамын. Аха, басыңызға қан құйылып кетсе не болады? Қан құйып кетсе, онда жаңа инсульт аламын дейді ғой, инсульт па дейді, сондай болып кете ме деп қорқамын. Инсульт алсаңыз не болады? Инсульт алсам, мысалы, ол мүгедек болып қалуы мүмкін, қол аяғын тартылып, жаңа паралич Мүгедек болып қалсаңыз не болады? Мүгедек болып қалсам, онда жарамсыз болып қаласың. Тұра алмайсың. Жарамсыз болсаңыз не болады? Жарамсыз болып қалсам, онда ешкімге пайда болмайды, керегім болмайды. Масыл болып қаламын біреуге. Біреуге масыл болып қаламын. Масыл болып қалдыңыз уже. Одан ары қарай не болады? Қорқынышты, одан да қорқынышты. Масыл болып қалғаннан кейін маған ешкім мән бермейді. Менен ығыр ішіп кетеді, менен жаңағыдай нетеді, ығыр ішіп кетеді дейді ғой, маған мән бермейді. Осы ауыра береді екен деп айтады, осы ауру екен деп. Ол кезде Лунара қалай сезінеді өзін? Ол кезде мен жаман жайсыз, қорқыныш сезінемін. Уже қорқып жатсыз, қорқынышты болып жатыр. Одан да ары қарай не болады? Болды деп жатыр. Одан кейін мен жағы қозғала алмағасын, бүткіл денем барлығы жағы көгере бастайды, қозғалып тұра алмағасын орнынан, ешкім қарамағасын. Одан сайын күннен күнге не болады? әлсірей берем, күннен күнге әлсірей берем. Одан ары қарай не болады? Әлсірей берем, онан сайын ауру меңдей береді. Одан ары қарай не болады? Одан кейін жаңағыдай меңдегеннен кейін уже не болатындай қатты әлсіреп, өлім қалпына алып келуі мүмкін, мысалы. Өліп қалуыңыз мүмкін ба? Мүмкін өліп қалуы мүмкін, Өліп қалсаңыз не болады? Өліп қалсам, онда өзіме қорқыныш бар, басқадан ештеңе болмайды. Сіз өлімнен қорқып жатсыз. Неден қорқып жатсыз? Өліп қалсаңыз, неден қорқасыз? Жердің астынан түсуіне қорқамын. Жердің астына түссеңіз, не болады деп ойлайсыз? Жаман жаңағыдай бірдеңелер келуі мүмкін, мысалы, денемді бірдеңелер жеуі мүмкін, мысалы, жыртқыш бірдеңелер. Не жеуі мүмкін? Жыртқыш. Мысалы, жыртқыш, мысалы, қоңыздар, жыландар дейді. Жаман нәрселер. Сізді жеп жатса не болады сізге? Құрттар. Жеп жатса, өзіме қатты бір жағымсыз, жаман болады. Жағымсыз состояние түсіп кетемін, жағдайға түсіп кетемін. Одан ары қарай не болады? Лунараға? Уже құмырсқалар келіп жатыр, сіз жағымсыз жағдайдасыз. Онан сайын мен жеп, уже денем бітіреді, олар сүйегімді қалдырады. Сосын Лунараға не болады? Одан кейін бәрі аяқталады. Болды, ештеңе болмай ма? Одан ештеңе болмайды, бәрі аяқталады, болды. Яғни, сіз көлікке отырудан қорықпайсыз. Сіз өліп қалғаннан кейін мені құмырсқалар талап жейді деп қорқасыз. Түпкі ниетіңіз. Құрттар жейді, яғни. Бірден азап болады, нағыл дейді, қабір азабына деймін, Содан қорқасыз сіз негізінде. Өлімнен қорқу болып тұр ғой, түсіндіңіз ба? Түсіндім, Өлімнен қорқыныштың артында қандай ниетіңіз бар? Маған көңіл болса екен деймін. Өлімнен қорқыныштың артында. Сол маған көңіл аударса екен. Көңіл аударса екен деймін. Кім көңіл аударса дегенді қалайсыз? Үйдегілер. Олар кімдер үйдегілер? Күйеуіңіз ба? Күйеуім, анам, ағам дейді, сол жақын адамдарым ғой енді. Күйеуіңіз, ағаңыз, анаңыз сізге назар аударса дегенді қалайсыз, Махаббат жетіспейді дейді ғой, махаббат жетіспейді. Айтайықшы, мен Лунара. Мен Гүлнара деп жатса, Гүлнара. Гүлнара.
Иә, Мен сізді Гүлнара қылып қойдым ғой. иә, иә. Гүлнара, мен Гүлнара, айтайық. Мен көз жуайын ба? Жоқ, жоқ, айта беріңіз. Аха, мен Гүлнара, Мгм. А, өлімнен қорқам, өлімнен қорқам, мойындаймын. мойындаймын. Қандай сезім? Кішкене жеңілдік бар, чуть-чуть жеңілдік қазір. Аха. Мгм. А, жаңа сіз айттыңыз, мені жақсы көрсе, маған назар аударса дедіңіз ғой. Иә, Аха, ол назар аударудың артында махаббат, мейірім қалайсыз, иә? иә. Аха, Мгм. енді Мені қолдаса деген түпкі мақсат бар, мені қолдаса. аха, Иә. жақсы. Сізді қолдап жатса, Мгм. қандай сезімде боласыз, Гүлнара ханым? Көңілім тоқ болады. Менің қандай иә, көңілім тоқ болады да, жігерленіп кетем, жігерленіп. Аха, мотивация болады. Иә, шабыттанып кетем дейді ғой, сондай. Так, енді айтайық, менің ішкі түйсігім, Менің ішкі түйсігім, менің өмірге құштар болу ниетімді менің өмірге құштар болу ниетімді қорқыныш арқылы емес, қорқыныш арқылы емес, жаңа мінез құлық жаңа мінез құлық, модель арқылы жаңа мінез құлық модель арқылы жүзеге асыруымды сұраймын. жүзеге асыруымды сұраймын. Енді сізге сұрақ, өмірге құштар болу үшін Гүлнараға қандай болу керек? Өзіне қарау керек па, мейірімді болу керек па, білім алу керек па, білмеймін, не келеді ойыңызға? Мінез құлыққа байланысты, ойлаймын, әрекетке байланысты. Өзіне қарау керек, сосын білімді болу керек. Тағы бар ма? Өзін жақсы көру керек бәлде. Иә, өзін жақсы көру керек, өзін құрметтеу керек, өзін сыйлау керек. О, молодец. Енді айтайық, менің ішкі түйсігім, Менің ішкі түйсігім, жаңа мінез құлық моделі жаңа мінез құлық моделі мен үшін, отбасым үшін, отбасым үшін, қоғам үшін қайырлы берекелі ме? қайырлы берекелі ме? Қандай жауап? Иә дейді. Иә, О, қысқа жауап. рахмет. О, молодец. Айтайық, менің ішкі түйсігім, жаңа мінез құлық моделіне барлық түйсіктер келісім берді ме? Иә дейді. Иә дейді. О, енді айтайық, менің ішкі түйсігім жаңа мінез құлық моделін ең күшті жерде, ең күшті мекенде, ең күшті уақытта жүзеге асыруды өзіңе тапсырдым. Терең демалып Тапсырдым. Енді қорқыныш бар ма? Қорқыныш жоқ, кішкене жақсы болып жеңілдіп қалдым. Болсын. Рахмет. Жеңілдеп қалдым, кішкене етті басылды бұрында. Енді көлікке мінетін боласыз. Көлікке мінетін боласыз. Алла қаласа. Аумин. Рахмет сізге. Көп жасаңыз. Әмин. Алла ісіңіз берекелі болсын. Аха, жақсы. Жоғарыдағы істі басып шығып кетуіңізге болады. Рахмет, Алла разы болсын сізге. Так, сіз не дейді мұнда? Сізді айттым, скоро барады сізге, неден екенін енді түсініп жатырмын. Осыған дейін папа мамасынан ала алмаған махаббатын менен алатын, солай мамасы болып кеттім. Қазір өзіңді жөнде, мен саған мама емеспін деп энергиямды жұмсамаймын, манипуляцияға берілмейтін болдым дейді. Өзіңмен жұмыс жасау барлық адамға керек. Даже қарт кісілерге де. Әрине. Қандай жұмыс? Не жұмыс? Жұмыс жайында дейді. Часто жұмыс ауыстыру, мәлкім өзіңізді іздеп жүрген шығарсыз. Ұнамай жатқан шығар, жүрек қалауыңызды таппай жүрген шығарсыз. Содан болады. Жақсы, бүгінгі эфирді аяқтайық. Аурумен мәселесі бар адамдарға осы эфирді жіберіп қойыңыз. Бүгінгі эфир енді от болды. Күшті болды деп ойлаймын. Кімге ұнады?
Қазір мен бұл эфирді сақтаймын, пост қылып салам, астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар, иә? Әсіресе разбор алған ханымдар. Сіздерден күтем, кері байланысты. Егер жақсы болып кетіп, көлікке мініп кетіп жатсаңыз, жаңағы аурудан жазылып кеткендер өте көп негізі кері байланыс береді маған шындығында. Айтып жатады сіздің сабағыңыздан кейін. Осындай болдық, сізден разбор алдым, тегін сабақ алдым. Менде қайын жұртыма ренжіп кетіп қалды, менде күйеуіме ренжіп қалды, кетіп қалды, менде тағы басқа күшті нәрселерді жазып жатады. Мен өте қуанам ондайға. Менің өмірге деген құштарлығым ашылады деймін ба. Кім үлгермеді, келесі тағы эфир жасаймын. Бұйыртса мүмкін ертең босасам, ертең эфирге тағы да шығамын. Ал қош, аман болайық.